сәлеметсіздер ме? Мен Жұмабекова Райлы Қанатқызы, Алматы облысы Ақсу ауданы Жаңатілеу орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі. Өздеріңізге сабағымды ұсынбақпын. Сәлеметсіздер ме балалар? Біздің бүгінгі сабағымыз жиын дегеніміз не? Сабаққа қояр мақсатымыз жиынды элементтердің белгілері бойынша жіктеу, екі жиынның қосылуын және жиын бөлігін жоюды көрнекі түрде бейнелеу. Олай болса, математика оқулығымызды ашайық. Жиын дегеніміз ортақ белгісі бар заттар жиынтығы. Мысалы, алма, алмұрт, апельсин. Бұлар жемістер жиыны. Жемістер жиынының элементтері алма, апельсин, алмұрт болып табылады. Ал енді мына суреттерге назар аударайық. Бірінші суретте бізге кесе бейнеленген. Кеселерді ортақ белгісі бойынша оларды ыдыс аяқтар жиыны деп атауымызға болады екен. Екінші суретте қандай жиын бейнеленген? Дұрыс айтасыздар, гүлдер жиыны бейнеленген. Ал үшінші суретте құстардың суреті берілген. Оны қандай жиын деп атауымызға болады? Дұрыс айтасыздар, құстар жиыны. Және төртінші суретте бізге аттар бейнеленген. Оны қандай жиын деп атауымызға болады? Аттар жиыны деп атауымызға болады екен. Олай болса, мені мұқият тыңдайық. Үстелде ваза тұр. Ол бос. Оны кез келген жемістермен толтырайық. Ваза жемістермен толтырылды. Сандарды айтпағанда вазада қанша жеміс бар? Дұрыс, ваза ішінде жеміс көп. Математикада ортақ белгісі бар. Және бірге жиналған заттар немесе тірі тіршілік тобын жиын деп атайды. Жиын сөзі көп сөзінен шыққан. Және олардың атаулары бар. Олар қандай нәрсеге байланысты болады? Біздің вазада көп жемістер. Демек, жиын атауын көптеген жемістер деуге болады. Вазадағы жемістер ананас, банан, алмұрт, өрік, алма. Және бұлардың барлығы жемістер деп аталады. Жиындарға қатысты заттар жиын элементтерінен тұрады. Мысалға, бұнда біздің элементтеріміз ананас, банан, алмұрт, өрік және алма екен. Мына тапсырманы орындауға тырысайық. Көптеген киім элементтерін таңдаңыз. Қалған элементтерден тұратын жиынға атау беріңіз. Дұрыс, жиһаздар жиыны деп алуымызға болады. Енді көптеген элементтерді топтастырамыз. Бірінші өсімдіктер элементі, екінші жануарлар элементі. Міне балалар, жиын дегеніміз не екен түсіндік деп ойлаймын. Мына келесі тапсырманы орындайық. Мына элементтер қай жиынға жатады? Бірінші суретте қандай құстың суреті бейнеленген? Дұрыс айтасыздар, қарлығаш бейнеленген екен. Ал қарлығашты қандай жиынға жатқызуымызға болады? Өте дұрыс, құстар жиынына жатқызуымызға болады екен. Келесі суретте ағаш бейнеленген. Ал ағашты қандай жиынға жатқыза аламыз? Дұрыс айтасыздар, ағаштар немесе талдар жиынына жатқызуға болады. Ал көбелекті ше? Дұрыс, көбелектер жиынына жатқызуға болады. Алманы ше? Дұрыс айтасыздар, жемістер жиынына жатқызуға болады екен. Балалар, оқулығымыздағы шығарып көр тапсырмасын орындап көрейік. Бұл тапсырмада әр жиындағы артық элементтерді алып тастауымыз қажет екен. Бірінші жиынды қалай атауға болады? Дұрыс айтасыздар, жәндіктер жиыны деп атауға болады екен. Ал жәндіктер жиындағы артық элемент қайсы? Өте дұрыс, балық екен. Келесі жиынымыз не деп аталады? Жемістер жиыны деп аталады. Оның элементтері алма, пияз, алмұрт, банан екен. Бұндағы артығы қайсы? Дұрыс айтасыздар, пияз екен. Бұл тапсырманы орындай отыра біз мынандай қорытындыға келеміз. Егер екі жиынды біріктірсек, онда жаңа жиын пайда болады. Егер бір жиынның бір бөлігін алып тастасақ, онда да жаңа жиын пайда болады екен. Олай болса, бейне материалға назар аударайық.
ортақ белгілері. Олар жануарлар жиынына жатады. Математикада оларды жиын элементтері деп атайды. Мысалы, жануарлар жиынына келесі элементтер жатады: қоян, түлкі, мысық, аю, жылқы, барыс және ит. Ал бүркіт бұл жиынның элементіне жатпайды, себебі бұл құс. Сендер білесіңдер, үй жануарлары және жабайы жануарлар болады. Жабайы жануарларға қоян, түлкі, аю, барыс жатады. Үй жануарларына мысық, жылқы, ит жатады. Осы жиындарды салыстырайық. Жабайы жануарлар жиынында неше элемент? Дұрыс, 4. Үй жануарлар жиынында неше элемент? Дұрыс, 3. Демек, жабайы жануарлар жиыны үй жануарлар жиынынан көп. Балалар, олай болса мына тапсырмаға қарайықшы. Отбасыңның мүшелерін ата. Олар жиын құрай ала ма? Неге? Деген сұраққа жауап іздейік. Және үйге тапсырма: қандай жиындар шығады? Бірінші, балалар жиыны мен ересектер жиынын біріктірсе, және екінші, сынып оқушылары жиынынан қыздар жиынын алып тастаса, қандай жиын шығатынын анықтаймыз. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.